Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сладкий ролл, яғни дәмді ролл әзірлейтін боламыз. Десерт десек те болады. Ол үшін бізге осындай сушиға арналған коврик қажет болады. Ал біздің тәтті роллымызға киви, апельсин, банан барлығын ұзынша етіп турап аламыз. Ең бірінші біз құймағымызды алып, оның ішкі бетінен сыр жағамыз. Сырымызды осылай пакетке салып алып, құймақтың дәл ортасынан емес, кішкене шетіне қарай ұзынша етіп орналастырып шығамыз. Құймақ жасау рецептісі менің каналымда бар, мен оны описаниеде қалдырамын. Мінекей, банан барлығын бір-біріне тегізіп, немесе кішкене үстіне мінгестіріп орналастырсаңыздар өте жақсы. Мейлінше ашық орын, яғни бос орын қалмау керек. Егер бос орын қалса, кескен кезімізде бізде әдемі көрінбей қалады. Апельсинді де кішкене бір-біріне мінгестіріп орналастырып, осылай жауып, ковриктің көмегімен төртбұрыш пішінін бере отыра орап аламыз. Тағы айта кететіні, бұл жерде құймақты мейлінше үлкен тапада жасаңыздар. Үлкен тапада жасаған құймақтан әдемі, үлкен біздің сладкий роллдарымыз шығады. Міне шетіне, кішкене ковриктің шетіне шығарып, ортасына қарай итеріп, нығыздап алыңыз. Сол кезде орталарында бос орын шықпай, әдемі, барлығы кескенде әдемі болып шығады. Екінші біз сыр және бананнан жасап жатырмыз. Онда да құймағымызды біздің келтіріп алып, дәл ортасына емес, кішкене шетіне қарай сыр орналастырып шығамыз. Осы жеткілікті. Бананда да бұл жерде бір ғана слой емес, көп орналастырамыз, себебі тек қана бананнан болғандықтан көп орналастырамыз. Достар, бұл жерде тек қана банан, киви, апельсин деген қатып қалған қағида жоқ. Сіздің қолыңызда не бар? Мысалы, мен бұл жерде мысал ретінде көрсетіп отырмын ғой. Сіздің қолыңызда клубника болуы мүмкін, жаз мезгілінде малина, соларды келтіріп, өзіңіздің фантазияңызға қарай жасасаңыздар болады. Мен екіншін бананнан жасадым. Бананға тағы да біз ержанға қосып жасасақ өте дәмді болады. Тағы да бал қосуыңызға болады. Мінекей ортасына қарап сырып нығыздап жатырмыз. Яғни престеп десек те болады. Жасап алдық. Енді оны кесіп көрсететін боламыз. Ең бірінші ортасынан, одан кейін шетіндегі бірдей емес болған жерлерін кесіп, 8 бөлікке бөліп, біздің ыдысымызға қойып аламыз. Не осылай өзіңіздің фантазияңызға байланысты орналастырып шығамыз. Мен суши сияқты қылып орналастырдым. Міне кескенде біздің киви, апельсин, банан барлығы көрініп тұр. Сыр өте әдемі болып. Қызыл түсті жидектер қосаңыз, малина қосаңыз да өте әдемі, табиғатшылықтай болып көрінеді. Мынау екінші бізде бананмен болған сладкий ролл. Осылай қойдық. Енді бұл жерде әсемдеу керек. Балаларға біз беретін болсақ, олардың тәбеттерін ашатындай етіп, мен клубникамен әсемдетіп жатырмын. Мінекей достар, біздің сладкий роллдарымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді шығады.